Наурыз мерекесіне орай осындай қазақи жентті міндетті түрде жасап көріңіздерші, өте дәмді әрі тез, оңай түрде жасалынады. Алдымен таза ыдысыңызға талқан салдым. Бұл жерде тарының талқаны, аусақ немесе бидай талқандары да болады. Үстіне құмшекер, жаңғақ және де мейізімізді, сонымен қатар табиғи балымызды қосамыз және де сармай қосамыз. Күйдірілген сармай болса тіпті керемет болады. Біздің масса осындай тығыз, құрт сияқты болу керек. Сондықтан үстіне тағы да сармай, бал қосып осылай біріктіріп алдым. Енді қолдың көмегімен құрт сияқты осылай дөңгелетіп аламыз. Барлығын жасап алдым. Әсемдік үшін бетіне шоколадтан осылай әдемі өрнек сызып шықтым. Осымен біздің жентіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де рецептке қолданылған ыдыстардың барлығын Бақшабайша дүкенінен алдым. Сапалы және де қолжетімді бағада кез келген затты Қазақстан бойынша жеткіземіз. Мерекеге қарсы сыйлық іздесеңіз де біздің дүкенімізден таба аласыздар. Дәл осындай наборларды қыз жасауына немесе қонақ дастарханға үйіңізге арнап алсаңыздар болады. Дәл осындай мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар. Шымкент қаласында болсаңыз, Бәйтерек 43 адресіне келіңіз, біз сіздерді күтеміз.